Всем привет! Бәріне сәлем. Мен бүгін последний день обучениямнан киініп жатырмын. Енді ойланып тұрмын. Кешке келіп қайта ауыстырам ба киімімді деп көреміз. Қазір жай киініп баратырмын. Şimdi болдым еще. Уход жасап алдым. Енді обучениеге бару керек. Бүгін өзім тұрдым, бірақ қайттан шашым все шығай. Автобуста алдыңғы автобуста погоданы қарап жүріңдерші деп водитель айтып жатқан. Бір жас кішкентай оқушылар айтып жатқан. Өтсін андай деп. И жаңбыр қашан деп тұр деп жаңа көке водитель. Арғыны деп бүгінгі айтып жатқан. Сол кеше тоже қатты не болмайды бала. Ондай күн болып, ысып, ондай болған жоқ. Бұлтты сондай болды. Сол енді бүгін что-то жаңбыр жауатын сияқты. Кешкісін салқын болды, бірақ осы мен жүрдім ғой. Жаңа тоңып қалдым ғой. Неге бірдей киіп шықпадым деп өкіндім. Қыздар, SPF алдым. Клиенттеріме деп алған SPF-ым. Енді қазір өздеріңіз білесіздер ғой, ысып келатыр, елу алдым. Енді көреміз бұйыртса қалай болатынын. Сен сіздерге де бөлісетін боламын. Ұнаса клиенттеріме жағамын, ұнамаса жақпаймын. Байқап отқандарыңызда инстаграмда болсаңыздар көріп отырсыздар ғой, жұмыс парақшамда оқып жатқан процедуралардың көбісінен мен жасымай келетіндерін өзім қолданып көрдім. Мезотерапияны қолдандым, жасаттым өзіме, чистка жасаттым, мезотерапия жасаттым бетіме, шашыма жасаттым, жаңағы шаш түсіп жатса, нелер көп қой айта берсем. Қолға тоже есть. Мойынға міне, мойымды көріп тұрсыздар ма? Бүгін осындай болады. Тесін айтты, басылады бұның бәрі. Бұның бәрі неге өйткені мен енді блог, инстаграм, клиент бәрі соткамен болғандықтан бетіп көп нетіп кеттім. Ұстап кеттім. Содан уже мойнымда складкалар пайда болды. Соларға да жасаттым. Оның бәрі менің ертең процедурамда болатын болады бұйыртса. Потом қол, мына жерлер май болады ғой. Мына жерде подбородоктар, второй подбородоктар шықса, іш. Соларға липолитик процедурасы бар, соны тоже жасаймын. Бәрін жігат ететін препарат бар, сол препарат арқылы. Ол ешқандай зиян емес, ол прям түсіндіре ғой сен, егер консультацияға келіп жазылып жатсаңыздар. Потом көтенге тоже есть фарфоровая попка деген. Оны да түсіндірем. Ол ана көтен түсіп кеткен болады. Короче, бәрін консультацияда айтамын. Менің бетім рахмет айтып жатыр маған. Ана кезде влогтан көрдіңіздер ғой, бетім қалай қызарып, нетіп кеткен. Ал қазір ондай емес. Тем более менің бетім майлауда шамалы сояққа қарай жақын. Мұрыным бәрі соған. Сол үшін тазартып отыру қажет. Так, енді мен киініп алдым. Сыртқа шығып баратырмын. Бүгін ерте бітті. Обучениеда барлығы. Бір жерде жолға шығам. Шамалы уақыт бар кезде Шымкентте шамалы жүре тұрғым келіп тұр. Шымкентте прогулка жасап жүрмін. Сертификаттарымды алдым. Дала салқын что-то, тоңып қалдым күштеме шықсам да. Жаңа ғана осы жерден жүріп қайтып кетіп қалғандығым енді ауыз ашатын уақыт болып қалды. Сосын қайтып келе жатырмын. Осы бірінші рет осы жаққа келгенде жолдасымен келген былтыр. Прокатқа көлік береміз ғой. Қазір оны толық айтамын. Сол кезде осы жерде паркке егеміз, ана жақта не бар? Аквапарк бар, сол жақтан шыққаннан кейін осы жаққа егеміз. Енді аяқта тамақ ішкенбіз.
Осы жерден қайтып келіп тамақ ішейін деп жатырмын. Өйткені что-то именно осы жерден ішіп келіп тұр. Картадан қарадым, басқа жерден ішем ба деп ойлағам. Алысқа кетіп қалғам, бірақ қайтадан келе жатырмын осы жаққа. Көрінбейді рахай. Содан ба? Содан бері береміз. Жылы бұл. Тамақ ішуге келдім. Обучением аяқталды. Құттықтап қойсаңыздар болады. Так, қыздар, осы жерде біз Асылхан екеуміз, жолдасым екеуміз былтыр тамақ ішкен болатынбыз. Бағана айттым ғой, көйлегі жайында. Мен прокатқа көйлек беремін жаным. Ана мен қызға арналған көйлектер бар. Жаңағы ұлттық костюмдар тоже бар. Тұсаукесерге көп ассортименттері жетеді. Шымкентке мен бірінші рет сол кезде жолдасыммен келгем, қызым бар қасымызда. Осы жолы өзім жалғыз бірінші рет келіп тұрмын. Сонда екі рет қой Шымкентке келіп тұрған. Басына кейін ыстық тұғын, сосын киім гардеробын бәрін ауыстырған ғой, алып келген заттарым. Новыйдан кроссовки алып, футболка, шалбар бәрін алып. Енді қайтадан күртемді немді киіп алдым. Хорошо, что күртемді киіп шықтым үйге, өйткені дала суып кетті. Жарты сағат бар ауыз ашарға, не істеймін? Көзімді аштым да, жақтағы шай ішетін жерге келдім. Мулти алдым. Сәмін көрінердің. Сникерстерін алдым. И мынандай шай алдым. Таңғы 7:30 жолға дайынмын. Мына жерде көрініп тұр ма? Чемоданым барлығын дайындап қойдым. Енді кетем. Ал жол болсын маған. Заттарымды вроде барлығын алдым. Еш нәрсе ұмытып кеткен жоқпын. Такси шақырып қойдым, келе жатыр. Көмір заттап жатырмын еще бір жағынан. Қыздар, именно бүгін жаңбыр жауып кеткенше. Киімімді қарасаңыздар, бір сезгендей осы немді киіп алыппын ғой. Қалыным. 24 сағат болады почти уже ұйықтамағаныма. Молодец, зато жолда ұйықтаймын қазір. Битті қара. Дойчама барам, дойчам сағынып қалдым. Ал қыздар, сыртқа шықтым. Короче, былай болады. Негізі спринтер, былайша айтқанда, спринтермен барайын деп жатырмын. Спринтермен келдім, спринтермен барам. Өйткені қазір наурыз уақыты, демалыс көп, сразу самолетқа да неге де орын болмай қалды. Өйткені студенттер бәрі өздері нелеріне қайтады ғой. Сонымен ничего, спринтермен барармыз дедім да, сонымен келдім. Енді сонымен қайтып баратырмын. Мен қазір Шымкенттемін, енді білесіздер ғой. Шымкенттен Түркістанға бару керек бойынша. 3 сағат жолдық шығар, бұрында 2 сағат тұғын. Қазір типа менің несі өзгерді дейді ғой. Жылдамдықтың бет, соны азайып қапты дейді. Сол үшін желательно ерте шығу керек екен. Менде, короче, Шымкент Түркістаннан 11-де жүреді. Сағат 8, көреміз. 9, 10, 11 үлгереміз деген ойдамын. Үлгеріп қалармыз. Мен де таксиім келді. Вот менің таксиім келді. Мен драйверім. Мен келе атқанбыз потом. Тәжелер істемей қалды. 2 сағат күтіп на машина кетсем. Алай деген заңда. Қабыл болсын. Аузында шыңдады. Алай деген салқын.
мына жерлер есіме түсіп жатыр. Мен еще видео түсіргем, ютубта бар ол видео. Жезқазғаннан неге баратырмыз. Осы жерде тоқтағанбыз. Соған қарағанда шамал қалды деймін. Ол кезде мен ояу тұғым еще. Meni kutib oldi. Endi magazindamiz. Çay qazib taravatırıq. Отлично, баски Баскиюна қойдым сосын. Кені дала. Яз екен баяқта. Баскиюн киіп алып сосын. Қалқам еткен салқын. Неше штук?